Армысыздар, құрметті достар, құрметті желі қолданушылары. Жалпы өздеріңізге мәлім, біздің парақша ол білім саласына арналған, өздеріңіз білесіздер, хабардарсыздар. Осыған дейін бірнеше посттар жарияланған болатындығын. Бұл эфирді жариялауға бүгін тағы да себепкер болып отқан сол білім саласы. Енді өздеріңіз білесіздер, Болат ағамыз бүгінгі таңда осы білім саласында бірнеше мәселені көтеріп жүр. Жылдың көлемі болды деп айтсақ болады. Дәл сол жылдың көлеміне байланысты бүгінгі таңда сот отырысына, ашық сот отырысына шақырғандығын барлығын осы әлеуметтік желі арқылы. Сондықтан бүгінгі соттың барысы жалпы қай бағытта өрбіді, қандай бағытта жүріп жатыр, жалпы қандай мәселені көтеріп жатыр ағамыз. Осы жайында шолу жасайтын боламыз. Сіздермен бірге бүгін бізде қонақта Болат Нұрқожаев ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Енді бүгінгі соттың барысы жайында жалпы көзі қарақты көрерменге шамалы қағыс қылып соны жеткізсек. Енді әлеуметтік желіде көп адамдар осы кісі осының соңынан неге қалмайды, неге қайта жаза береді, неге сотқа береді деген сияқты сұрақтар туындап жатқан шығар. Енді уақыт мәселесі, оның ішінде баланың сергектік, ұйқы режимі, сабақ арасындағы демалысы бәрі қазіргі буыны қатпаған балалардың келешек өміріне де әсер ететін мінез-құлқы қалыптасуы, яғни мынау энергетикалық сусындар ішіну басқа деген сияқты мәселелерге буллинг деген балалардың арасында қатыгездік мәселесіне қатысты екені ғылыммен дәлелденген. Ол жөнінде бірталай ақпарат жинадым. Соны біле отыра қазіргі біздің мынау медициналық талаптармен, СС талаптармен балалардың сабақ кестесін реттеу мәселесі бізде заңға қайшы. Оны мен енді бірнеше рет жаздым. Оған прокуратураның ұсынымы бар. Облыстық, сондай берілген мәселелер шешілмей отқасын амал жоқ, әлеуметтік желіге шығу болды. Оны мен енді бірден әлеуметтік желіге шығарып, я болмаса бір айқай қылып, я бірден сотқа берген жоқпын. Оны былтырдан декабрь айынан бастап жазып, және осы жылдың басында жауаптарын алып, прокуратурадан шешім бола ма деген сияқты. Одан кейін білім басқармасына тамыз конференциясының кезінде шығарып, мұғалімдермен талқылап, оған ғылыми дәлелдеріміз келтірейік, басқа қылайық деп шешейік деген нәрселердің бәрі келді де шешілмегеннен кейін осындай әлеуметтік желіге жазып сотқа беруге тура келді. Енді соның бірінші сот отырысы, алдын ала сот отырысы болды. Кім алғытты бүгін? Сол жерде білім басқармасы, білім саласындағы сапаны бақылау департаменті, СЭС, прокуратура органдары екі бірдей қатысты, және министрліктің комитеті қатысты. Енді мен бір тағы сотқа берген өтінішім физиология генетика институтын соған эксперт маман есебінде. Яғни жаңағы мен айтып отқан нәрселердің бәрін мен айтқанмен, оны мамандардың аузынан естісін. Арнайы сол саланың эксперттері болды. Сол эксперттерді енгізіп отырмын. Енді қазіргі таңда жаңа алдын ала сот отырысы өтті. Сот түсінді ғой деп ойлаймын мәселенің күрделі екенін. Өйткені ол әрбір ата-ана, әрбір балаға тиісті нәрсе. Яғни мен алдында бірінші сотқа бергенімде жалпы облыстағы 200 баланың құқы шектеліп отырған туралы. Оның ішінде 200 бала ма, 200 мың бала? 200 мың бала. Білім бала құқы жөніндегі өкіл бар, солардың бәрін қатыстыра осы мәселені енді қазіргі таңда осыны реттейтін бала құқығын қорғауға жауапты кім деген мәселе сұрақ тұр менде. Яғни прокуратура органдары ма, сол заңдылықты сақтататын СЭС па, әлде білім министрлігінің осы жердегі заңдылығын сақтауды қадағалайтын сапа бақылау департаменті ма, әлде мектептердегі білім басқармасы ма, я болмаса комитет жауапты ма, я болмаса бала құқы жөніндегі уәкіл алу керек па. Өйткені мен бірінші берген арызыма байланысты барлық баланың құқы сіздің мүддеңіз емес, сондықтан өз балаңыздың ғана қатысты бере аласыз дегеннен кейін екінші сотқа енді бүгінгі сотқа дейін, енді ренжімеңіз бөлгенде, бүгінгі сотқа дейін сіз 200 мың облыс көлемінде 200 мыңға жуық деп айтайық, 200 мыңға жуық баланың құқығын қорғап сіз сотқа, осы әкімшілік сотқа бердіңіз. Әкімшілік сот ол жерде сіздің арызыңызды, талап арызыңызды 200 баланың атынан сіз өкілеттілік жоқ сізде, поэтому сіз өзіңіздің балаңыз болса, соның құқығы бұзылды деп бере аласыз деп, сізде талап арызыңызды қайтарды ұйғарыммен. Енді сіз бүгінгі таңда сотқа өзіңіздің балаңыздың құқығын қорғап, яғни осы жаңағы өзіңіз айтып отқан қалыптасу үрдісінде уақытпен жаңағы нелердің сәйкес келмеуіне байланысты сотқа талап арызбен қайта жүгініп отырсыз. Енді аға, былай ғой, мен жаңа сот отырысында мен де болдым қасыңызда, бірақ енді мен тыңдаушы ретінде қатыстым ол жерде. Сол соттың барысында мен түсінгенім, облыстық прокурордың жеке ұйғарым шыққан, осы бір жыл бұрын нәрседе. Сол ұйғарым әлі күнге дейін орындалмай отыр ма, или қалай ол? Орындалмай отыр. Яғни баланың сабақ кестесі заң талаптарына сәйкес реттелген жоқ, СЭС талаптарына сәйкес. Екіншіден, облыста сол прокуратураның кезінде көтергеніне байланысты аудандарда 35 мектептің директорына айыппұл салған. Сол СЭС талаптар сақталмағанына байланысты.
Яғни сэс-тің ол жерде нақты тоқталып кетейік аға. сэс-тің қандай талабы сақталмай отыр бұл жерде? сэс-тің бұл жерде бірінші мынау сабақтардың арасында 30 минуттық үзіліс болу керек деген денсаулық сақтау министрі мен мына білім оқу ағарту министрлігінің екі талабы несінде бұйрығында тұр. Приказдарында тұр ғой ол. Приказдарында тұр. Ол заң талабы. Онда бүй деген сабақ 45 минуттан ұзақ болмау керек. Аспау керек қой. Аспау керек. 40 минуттан қыласың ба, оны мектеп өздері шешеді. Екінші талап 30 минуттық үзіліс, және бала ол кезде сергектік ойындармен далада күн сәулесін алып өткізу керек. Қамтамасыз етілу керек. Ол денсаулық жаңағы нелердің сэс-тің білім басқармасының берген жауабының өзінде де тұр. Баланың денсаулығына байланысты берілген талаптар бұлар деген. Енді бұл қазір мына 18-ші жылы біз жаңа неге өткіздік қой, балалар 5 күндікке. Жоқ, 5 күндікке өткіздік. Сол кезде 5 күнге сабақ сыймады да, сабақтарды кешкісін қайтатын балдар кеш қайтатын, кеш қалатын болғаннан кейін алдық та неден есебінен жойып жібердік. Үлкен үзілістің есебінен жойып жібердік. Яғни бұған дейін, значит, 2018-ге дейін үлкен үзілістер болды. Үлкен үзілістер 10 минуттық, 15 минуттық әр мектепте әртүрлі болды. Енді соны енді соны алып тастап 5 минуттан қылдық. Енді бұл жерде қандай қауіптер болуы мүмкін балаға? Біріншіден 5 минутта өзіңіз ойлаңыз. Бала қалай сабақтан шығып, төменге түсіп, асханада кезекке тұрып, тамақ алып, ішіп, үлгеріп, сабаққа қалай барды? 5 минутта үлгеру керек. Яғни қазіргі жағдайда да балалардың тамақтануы сабақтың есебінен болып жатыр, ресми емес. Мысалы 45 минуттың бір определенный процентін бәрі осы балалар тамақтанушы. Я болмаса тамақ ішіп жүгіріп барады да, суға өтіп алады да кетеді деген сияқты. Екінші мәселе, мынау уақыт өлшемін реттеген кезде, жаңа мен айтып кеттім ғой, бұрын 18 жылға дейін 8:30-да күзде октябрьде жұмыс жасатын едік. Сосын көктемде қайтарып едік, қыс уақытында. Яғни бұл жерде біздің бір ескермейтін нәрсеміз, мына ересек адамдардың ескермейтіні, баланың сабаққа баратын уақыты шамалы жарықтау болды ғой, қазір сағатта ауыстырғаннан кейін. Бірақ біз оның тұратын уақытын ескермейміз. Яғни ояну уақыты одан 1 сағат болған уақытта қазіргі біздің балалардың оянып жүрген 7, 6 деген сөз. Табиғаттың уақытымен 6. Мысалға Шығыс облысында 8 деген сөз бұрынғы 9 жарықтау уақыт болса, біздің өңірде батыс жақтарда 7-де бала оянса, ол 6-да оянып жатыр. Ол уақыттық белгілеу ғой уже. Уже ол күннің уақытымен есептелетін нәрсе. И физиология жаңағы талаптардың бәрі де күннің уақытына. Енді бұның білімге не қатысы бар? Бұның білімге қатысы, баланың жалпы 8 сағат, 9 сағат ұйықтайтын болса, нормативе. Жалпы жоқ, физиологиялық қажеттілігі. 8 сағат, 9 сағат ұйықтау керек болса, сол ұйқы 5-ке бөлінеді өзі. Бірінші, екінші, үшінші, төртіншісі жай ұйқы деп аталады. Оның әрқайсысының өзінің функциясы бар. Бұлшықеттері, организм тазарту, мидың жұлын сұйықтығының жуылуы деген сияқты процестер өтеді. 5-ші фаза таң алдыңғы предутренняя фаза БДГ-сына рем фаза дейді. Бұл алған ақпаратты, мен осы тұрғанда айтып отқан сізге нәрселерді, білімі, басқа информация, есте сақтау қабілеті, когнитивтік функция, психологиялық тұрақтылық деген мәселелерге жауапты фаза 90 минуттық таң алдыңғы фаза. Біз егер сол 8 сағаттың жаңағы жарты минутын ерте оятсақ, таң атуынан бұрын баланың 90 минуттың 70%-ын алып тастаймыз. Яғни біз ойлаймыз ғой, жалпы 8 сағат ұйқы болса, соның 1 сағатын қысқартсақ, жалпы жүйе бұзылып отыр десеңізші, организмдегі. Организмдегі мынау мида ақпарат өңдеу, түс көру фазасында долгосрочный есте сақтау орнына өту деген сияқты мида ақпарат өңдеп шешім шығару, білімді сақтау функциялары балалардың бұзылып жатыр. Енді екінші мәселелер бұл арада. Өзіңіз ойлаңыз енді. Ұйқысы қанбаған бала қандай болады состояниесі? Ол біреудің сөйлегенін көтере алмайды. Ата-анасымен азанда өзіңіз білесіз ғой, енді мәжбүрлеп оятады. Енді ол білім саласына барған кезде ол ақпаратты сіңіре алмайды ғой. Ол бірінші, екінші сабақта мысалға маған мектеп директорлары, мектептің мұғалімдерімен сөйлескен кезде бірінші, екінші сабақта балалар ұйықтап отырады. Ұйқысы қанық емес. Ұйқысы қанық емес. Енді олар бірінші, екінші сабақтан кейін ояна бастаған кезде баланың тәбет ашу гормоны бар. Лептин гормон деген, кешкісін тәбет тоқтық гормоны бар. Тәбет ашу гормоны бөлінген кезде баланың 10-ның кезінде қарны ашады да, мектеп, яғни бала азанда таң атпай тұрғаннан кейін ол үйдегі ас іше алмайды. Батпайды ғой. Қашысын іше алмайды. Ол организм қабылдамайды ғой. Тәбет ашылған жоқ. Яғни мектепке барады да, ол сухометов тамақ жейді, энергетикалық сусын ішеді. Сосын екіншіден баланың, мысалға мен бұл мәселеге суицид жөнінен бардым ғой, кезінде талай жаздым бұл жөнінде. Ол жөнінде ғылыми зерттеулер, деректер жеткілікті. Енді қараңыз, ұйқысы қанбаған баланың бойында синдром хронической усталости деген бар. Созылмалы шаршау синдромы. Яғни ана ұйқының адамның бойына жиналатын, жетіспеушілігін жиналатын қасиеті бар да, балаларда шаршау синдромы, яғни
діңкәлап бүйтіп келеді де аптаның аяғында демалыс күндері мысалға сенбі жексенбі күндері бала көрсетіп түске дейін ұйықтайды. Социал жетлак деген термин бар, Тейлор Ройнберг енгізген. Оны социал жетлак деген баланың сабақ күнгі адамның да жұмыс күнгі ұйқысы мен демалыс күнгі ұйқысының айырмашылығынан анықталады. Егер бала күнделікті сағат 7-де сіз мәжбүрлеп оятып сабаққа жіберіп жүрсеңіз, келеді де демалыс күндері ол 9-да оянады ғой. Міне сол 2 сағат айырмашылық социал жетлак, яғни мына дезинхроноз дейді, биологиялық ритмдердің бұзылуы. Жалпы биологический аурулардың қалыптасуына. Енді ол кез келген аурудың түрі болуы мүмкін. Бұл жақ енді әрі қарай болған бөлек контент жасайық, бөлек бір эфир жасаймыз. Енді біз қайтадан тақырыбымызға оралайық. Жалпы мектептердегі осы жалпы жаңағы 30 минут жайында тоқталайық. Қалай реттеу керек? Қалай реттейміз? Қалай реттеу керек? Сотқа не үшін талап арызбен жүгіндік? Қалай реттеу оның оңай. Ол жөнінде мысалға кей ата-аналар айтады, қазір білім басқармасы да ол жөнінде айтып отыр. Мысалға кешкісін қайтатын балалар қараңғыда қайтады дейді. Кештеу қайтады. Яғни жаңа сабақты 30 минуттық нені қосып ұзартқан жағдай шешеді. Ол сабақты 40 минутқа қысқартумен шешіледі. Яғни білім сес талаптарында 45 минуттан артық болмау керек деген. Енді жаңа 40 минут болса болады. Енді жаңа соттың барысында министрлік бүйтіп айтты ғой. Сағатты 40 минутқа 45 минуттан 40 минутқа өзгертуге жергілікті жерлер шешеді деді ғой. Яғни бұл не деген сөз? Яғни заң рұқсат береді оған. Заң рұқсат береді. Енді 40 минутты шешуге не кедергі болады бізде? Білім басқармасы ма? Или білімді жаңағы бұл жерде ешқандай кедергі жоқ, тек бұл арада білім басқармасы жаңағы жауаптарын өзіңіз көрдіңіз ғой, ішінде бүйтіп жазған. Көрермендерге сабақ 45 минутқа сәйкестендірілген деген. Сәйкестендірілген, бірақ бірде-бір талапта, бірде-бір ғылыми зерттеуде сабақ баланың миына тек қана 45 минутта сияды, 40 минутта сыймайды деген жоқ. Дәлел жоқ. Дәлел жоқ. Екінші, Ниш Назарбаев интеллектуал мектебі бар ғой, қазір аты өзгерген шығар. Сода бір ауысым болса да балалардың сабағы 8:30-да басталады, сабақ 40 минуттан. 40 минуттан. 40 минуттан. Қызылорда облысында. Қаланың ішінде. Енді қараңыз енді, сол балалардың сабағы кем ба артық па? Басқа мектептерге қарағанда. Енді ол жердегі ескеретін бір-екі факторлар бар, бірақ дей тұрғанмен қаланың ішінде болып тұрса, значит бұл қалып жағдай деген сөз. Біздің өзіміздің облыстың өзінде жеке мектептерде онда 40 минут қылып отқандар бар. Енді неге шешілмей отыр деген директорлер шеше алады дегендей қылып келтірді ол жағын. Директорлер негізінде заң талаптары бойынша мектеп директорлары жүктелген. Бірақ шешім қабылдай алады. Шешім қабылдай алады, бірақ оған білім басқармасы жауапты, өзінің бір нелері бар, функциялы әлеуметтік желіде жазылған жерлері де бар. Оған жол бермейміз, ол республикадағы үрдіс деген жауаптар болды. Енді осы жерде қараңызшы. Ол жерде бүйтіп айтады. Исжанов мырза басқаратын білім басқармасының жалпы мынау әлеуметтік желіде, Facebook болсын, Instagram болсын, жалпы осы әлеуметтік желілерде осы басқарманың тікелей ресми парақшасы бар. Яғни сіздің жазған жаңа постыңызда мен байқағам ол жауапта. Астында мұғалімдер, тағысындағы біраз азаматтар пікір қалдырған тұғын. Барлығы жаңа мұғалімдердің сабақ уақытына қатысты қалдырғанда ол жерде. Енді мен айтайын дегенім, сол ресми парақшадан жаңағы жауап берілгенін де көргенбіз. Сіз соны айтып отырсыз осы. Енді ол республикалық үрдіс дейді. Бірақ мына қызықты қараңыз. Маңғыстау облысы. Шығыс Қазақстан облысында қазір жұмысты 8-де бастап жатыр, 8-де бастайды. Астана 8-де бастап жатыр кейбір мекемелер, министрліктер. То есть бұл республикада қалыптасқан үрдіс деп біз неге ересек адамдар Қызылорда сабақ жұмысты 9-да бастап отырмыз? Аналармен бірге неге 8-де бастаймыз? Өйткені біздің уақытымыз олардан кейін жарық 1 сағаттан кейін келеді. Енді қараңыз. Бізде мынандай нәрсе бар ғой. Ренжімеңіз бөлгенмен. Мынау тұрған юстиция бар ғой. Юстиция 8:30-да бастайды да 5:30-да қайтып кетеді. Әлеуметтік уақыты 1 сағат. Енді бұл жерде жергілікті жердегі табиғаттың ерекшелігін ескере отырып, біз балалардың сабағын 8:30-да бастауға және 40 минут қылуға ешқандай кедергі жоқ. Оған мынадай бір уәж айтылды. Ата-аналармен шешіледі, басқа қылады. Ата-аналар комитеті. Бірақ сес талаптары медицинамен белгіленген талаптар. Олар ата-аналармен, я болмаса мысалға базарды алайық, базардағы бір күндік, бірінші күні жаңағы санитарлық күнді базардың сатушылармен ақылдасып, біз мынаны керек жоқ, бізге алып тастайық деп айтпаймыз ғой, өйткені ол сес талабы. Сестің талабы. Сол сияқты мектепте де жаңа сес талабы талап болып 2 приказда жазылып тұр. Оны ата-аналар кеңесі біз мынаны 5 минуттан қылайық, сабақтың ұзағын 1 сағат қылайық, я болмаса былай қылайық деп өзгертуге
ешқандай қақысы жоқ. Жоқ, ата-аналар кеңесі аға бұл жерде талқылап пікір білдіре алады. Жоқ, пікірін білдіріп, пікір білдіре алады. иә, Бірақ ол бір шешімін қабылдайтын орган емес қой ол. иә, пікір білдірген жағдайдың өзінде де оны біз сабақтың ұзақтан 45 минут қыла алмаймыз. Және жаңа 30 минуттық үлкен үзіліс болмау керек деп біз айта алмаймыз. Өйткені ол медицинамен бекітіліп шешілген, баланың физиологиясына байланысты ескеріп ғылыммен шешілген нәрсе. Мен анау бір постымда айтқам маған, біз Қызылорда облысы, енді бұл жерде де айтайыншы, менің түсінігімде деп айтайын, енді менің түсінігімде біз құтты бір Америка сияқты құрама штаттардан тұратын сияқтымыз ше. Қазақстанның заңдылығы бар да, ортақ бір заң бар да, ол сот болсын, прокурор болсын, адвокат болсын, кім болса да бәрі бір заңдылықты басшылық қылады. Бірақ Қызылордада андай нәрсе бар. Как құрама штат сияқты біздің өзіміздің андай жазылмаған заңдарымыз бар да. Бұл жерде де сол жазылмаған заңдар мақұл, жазылмаған заңды бір басқа бір нелерге, нормаларға қолдануға шығар, бірақ бұл жерде бала құқы деген тұр. Иә, енді бала құқы қорғалатын, бала құқы заңмен белгіленген баланың демалыс, сергу, сабақ арасында оның жаңағы жарты сағатты көбісі былай ойлауы мүмкін, жарты сағатта тұрған не бар деп. Мен жаңа айтып кеттім ғой, 90 минуттық ұйқы фазасының 70%-ын жойса, то есть баланың келешек өміріне біз ол ұзақ мерзімде, енді қазір бірден бүйтіп бала қисайып қалмайды. Нәтиже бермейді ғой. Иә, бірақ келешек өміріне ол үлкен қауіптер тудыратыны ғылыммен дәлелденіп отыр қазіргі таңда. Енді екінші мәселе, бұны енді сотта жаңа қарадық, алдын ала енді талапты өзгерту туралы, талапты нақтылау туралы ұсынымдар берді. Мақұл, оның бәрін берерміз, бірақ енді заң нормасы тұр. Заңды. Иә, заң нормасы тұр. Ол орындалу тиіс. Жаңағы президент айтқандай, заң мен тәртіпті бірінші мемлекеттік органдар өздерінен бастау керек. Екінші мәселе, бұл арада енді сот оның бәрін жағдай түсінді жаңа. Өзім ойлаймын. Сөйтті де бұған мәмілеге келуге бола ма өздерінің араларында. Медиация есебінен болсын, өзара дөңгелек столда бірден. Оған мен өзіңіз білесіз, мен айттым, болады. Бұл сол жағдайды жасаймыз деп прокуратура органдары дөңгелек стол ұйымдастырып береміз деді. Мен оған ғалымдарды тартайын. Мүмкін енді мұғалімдер, директорлар, ата-аналар медицина саласының маманы болмағаннан кейін оларға мен айтқаным өтпей жатқан шығар. Мен физиология, генетика несінің ғылыми зерттеу институтының директорының сол саланы зерттеп жүрген мамандардың пікірін білдіріп көрсетейін деп күтіп жүргеніме міне бір жылдан асты. Яғни дөңгелек стол ұйымдастырылмай жатыр, бірақ жаңа енді осы не істегеннен кейін соттың сондай кездесу ұйымдастырмайсыздар ма дегеннен кейін білім саласының нелері кетті. Енді Ишанов мырзамен мен қай уақытта да кездесіп осы мәселені, өйткені бұл арада менің Нұрқожаев бір көтерді, ізінен қалмай біреуді жеңу деген мәселе тұрған жоқ бұл арада. Бұл арада менің балаларымның, немерелерімнің, сіздің балаңыз, басқа адамдардың, сол Ишановтың да балаларының денсаулығы тұр. Біріншіден. Екіншіден, көп ата-ана мынаны түсінбейді. Біз ойлаймыз, кешке қайтатын балалар қараңғыға қайтпайды. Жаңа кестемен реттесе, ол қазіргі уақытта да қайтады. Оның бәрі сабақ кестесімен көрсеттіміз. Екінші бір түсінбейтін маңызды нәрсе, біз баланың жаңа буллингке, қатыгездікке, басқа да бір қоғамдық ахуалдарды жас кезінен бұза отырып, ертеңгі күні олардың студенттік, тіпті мына ересек адамдардың қоғамдағы ортадағы қауіпті тудырып отқан ұзақ мерзімдегі салдарларын ескермейміз. Жалпы агрессивный қоғам, агрессивный дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Ол үлкен популяциялық деңгейде, мен енді талай ғылыми жазып жүрмін ғой, деректерден кетіріп, Американың, Европаның, олар жақында ғана бір зерттеу шықты, мысалы Америкада өзі қанша халық бар, 370 миллион ба? Соның 350 миллионын зерттеген. 650 округ бойынша онкологиядан, суицидтан, диабеттен, жүрек қан тамырлары, инсульттар бойынша зерттеген кезде сағаттық белгілердің 30 минуттың өзінің әсері бар екенін дәлелдеп беріп отыр. Қызылорда жаңа аталған аурулардан қазір көш басында. Иә. Енді былайынша келгенде мынау қазір өзіңіз білесіз, кезінде біздің облыс ең суицид бойынша бірінші орынға шығып кетіп, оған прокуратура суицид деген бағдарлама қабылдап. Қазір бір қызық тенденция бар. Онкология мен суицид я болмаса мына аурулар бойынша қарасаңыз, жалпы әлемдік статистика бойынша үлкен қалаларда, мегаполистарда, яғни қай жерде жарық көп, сол жерде түнгі өмір көп, сол жерде онкологиялық я болмаса басқа аурулар 5 есе көп. Ауылдық жерлерде аз. Неге? Себебі түнгі өмір жаңа биологиялық ритмдердің сақталмауы, бұзылуынан әсері етіп отқаны енді. Соның бәрін біле отыра, мысалы енді көп адамдар бұл кісінің басқа жұмысы жоқ па? Неге бұны қаузай береді жаңа, ізінен қалмайды деген, соның бәрін біле отыра, біз азаматтық қоғам өкілі есебінде, я болмаса тіптен басқасын қойшы, ата-ана есебінде
соны біле отыра, ертеңгі салдарларын біле отыра, оның ішінде белсіздік, бедеулік деген сияқты балалардың мына ұрпақты бола алмау деген демографиялық мәселелерге әсері бола отырған кезде біз үндемей. Сіз соны көріп отырсыз ғой. Көріп соны түсініп отырып, оны ғылыми дәлелдерін бәрін 15 жылдан бері қарап, күнде бүйтіп қарап, күнде бір пост салып отырмын ғой енді. Ғылыми зерттеулерін, кәдімгі сілтемелерін келтіріп. Сосын әлемде осы мәселені зерттеген екі мықты, жалпы әлемдік коронавирустар қауымдастығында екі адам болса, біреуі Тейлор Ройнберг немістің, біреуі Американың Эрик Херцог деген екі адамның қолдау хаты бар менде. Енді бір саға бізде былай ғой, бұл жерде жаңа сіз иеленген ақпаратты қазіргі жаңа сотқа келген азаматтар болсын, сол салада жүрген азаматтар болсын, бұлар ол ақпаратпен не ғой, хабарсыз ғой. Хабарсыз. Я сіз ұсыныс айтқан жоқсыз ғой, осындайға себепкер болады деген жаңағы. Енді оның бәрін ұсынысында осыған дейінгі прокуратураға берген дәлелдемелерінде бәріне ғылыми зерттемелерге сілтеме салып отырып, міне мынадай салдар болады. Айтпақшы жаңа сот барысында анықталған жағдай, бір жыл бұрын, осы жылдың басында, осы жылдың басында прокурордың қадағалау актісі қабылданғанда ұсынымы. Сол ұсыным бойынша осы жаңағы сіз келтірген дәлелдердің бәрі прокурор хабардар болсын значит. Хабардар, мен одан кейін Ожаров мырзаға 2 рет кіріп, жеке қабылдауына кіріп айттым. Ал енді оның жаңағы жабылғандығы жайында да айтылды. Енді жабылғаны жабылды деді, бірақ мәселе шешілді. Жаңағы СЭС-тің айыппұл салған сияқты ғой. Мектеп директорларын айыппұлдады, бірақ мектептің сабақ кестесі шешілген жоқ. Енді аға сол жаңағы уақытқа қатысты болып тұр ғой, бұл жерде уақыттық нормалар сақталмауына байланысты. СЭС-тің талаптары сақталмайды. Яғни СЭС-тің сол талаптары сақталмауына байланысты штраф салады да, бірақ 30 минутты енгізуге СЭС әрі қарай оны апарып отқан жоқ. Тек директорды штрафтағаннан одан енді мәселе оларды СЭС-тің талабы сақтату ғой. Значит, ол сіз штраф салған кезде сіздің арызыңыз негізінде салды ма? Жоқ, оның алдында өздері прокуратураның ұйғарымы бойынша, прокуратураның бас прокурорының тапсырмасы бойынша осы мектептердегі сабақ кестесі сақталу жөнінде тапсырма болып, сонымен прокуратура. Уақыттың сақталулары ғой бәрі. Иә, жалпы СЭС-тің талаптары мектептердегі сақталу керек деген тапсырма болып, сол бойынша прокурордың тапсырмасы бойынша СЭС барлық аудандар тексеріп, 35 мектеп директорына айыппұл салған. Облыс көлемінде. Иә. Бірақ менің мақсатым қазіргі мектеп директорына айыппұлдату емес, оларға рұқсат берсе қазір ауыстырғысы келіп отыр. Сондықтан жаңа соттың енді айтты, жаңағыдай келісімге келіңіздер деп, прокурор да ол жөнінде айтты, өзі келісуге болады ғой деп. Барлығы ниетті болып. Иә, бәрі соған ниетті болып отыр, бірақ мен сол дөңгелек стол болсын, басқа осы форматтағы жиынды 1 жыл болды күтіп жүрген бе? Иә, жасап жүрген. Енді Құдай қаласа ертең енді Ишанов мырзаға кіргім келіп отыр. Ашық дәлелдердің бәрін келтіріп, қазір мүмкін оның да көзі жетпей жүрген шығар. Облыс әкіміне ашық хатта жаздым. Ол кісіден мүмкін енді бірден түсіне қою, жаңа сотты да байқадыңыз ғой, әдеп кезде түсінбесе артынан баланың денсаулығына қаншалықты бұның деген нәрселерді түсінген сияқты. Сондықтан бұны түбі, сосын бір қызығы, бұл түбі шешілетін мәселе. Түбі шешіледі. Себебі жаңа оны да сот айтып кетті ғой енді. Өйткені екі министрдің приказы баланың денсаулығына байланысты уәжделген зерттеулермен анықталған кесте бәрі приказда тұр. Тамаша. Енді осы мәселенің шешіліп кетуіне біз себепкерміз. Енді құрметті достар, енді біз эфирімізді аяқтауға тура келеді. Себебі неге әлі соттың шешімі шықпай жатып, бұл видео ертең міне тағы қыспақ болды, бір кісілерге бір тоқпақ болды деген нәрсеге алып қашырмау үшін біз эфирді аяқтаймыз. Себебі неге? Жаңа сот 1 сағат 40 минутқа созылды. Мен өзім тікелей қатыстым. Ол жерде барлық уәждерді, барлық пікірлерді мен хабардар болдым. Шықтық та осындай эфирмен, осылай сіздермен бөлісуді жөн санадық. Себебі неге? Ағамыз пост көтерген кезде алып қашпа пікірлермен әрі жаққа жан жаққа тартып кетіп отқан нәрсе бар. Сондықтан сіздерге осы нәрсенің ақ қарасын жеткізу үшін осылай эфирге шығып жатқан жайымыз бар. Ал енді құрметті білім саласының өкілдері, оның ішінде департамент болсын, оның ішінде білім басқармасы болсын, сосын тағы не жаңағы СЭС өкілдері болмасын, прокуратура өкілдері болсын, барлықтарыңызды осы видеода әрі қарай бір нәтижесін шығарады деген сенімдеміз. Жаңа айтып жатырмық қой, ағамыз 1 жылдан бері әуре сарсаңға түсіп жатыр екен. Ол өз кезегінде құқықтық бағасын сотпен бере жатар. Ал енді біз бүгінгі эфирімізді осымен тамамдаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бұл постты әрі қарай таратыңыздар, әрі қарай тиісті адамдарды отмет етсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз сол деп білеміз. Рахмет жалпы аға. Жақсы, біздің мақсатымыз амандықта жүздесейік, сіздермен бірге сол баяғы кір шаш жоқ сағындық